экологиялық жобасының үздік экологиялық бастама бағыты бойынша қатысушыларымыз. Қоқыстарды сұрыптауға арналған мынандай жәшік жасадық. Бұған біздегі көптеп шығатын қоқыстардың бірі қағаз қоқыс түрі. Біз қағаз қоқыс түріне осындай коробка жасадық. Яғни осы қорап арқылы, осы қағаздарға салу арқылы біз бұған екінші өмір сыйлай аламыз. Төменгі сынып оқушыларына арналған қоқыс жәшігі. Яғни бұл мультфильм кейіпкерлеріне негізделіп жасалған. Біз мұны аюға қоқысты салатын болсақ, оның іші шығып, балаларды қызықтыра бастайды. Ал мына қоянға қоқыс салатын болсақ, бұл қоянның екі ұрты шығып, балаларды қызықтыра әрі күлдіре бастайды. Яғни біз оқушыларға кішкентай кезден бастап қоқысты сұрыптап салуға үйретіп жатырмыз. Жәшігінен шыққан қағаздарды майдалап, суға езу арқылы, оларға үй жағдайындағы сұйық май, буға желімін қосу арқылы дайын масса аламыз. Онда бізде осылай дайын өнім масса шығады. Біздің мектебімізде әр жыл сайын өткізілетін онкүндіктердегі жасаған макеттеріміз. Біз осы макеттерді макет сайысында жасадық. Яғни біз жаңағы дайын өнімнен дайындаған массамыздан осы макетті жасадық. Бұл тарих география орталығында жасаған макетіміз. Яғни мынау жер бедері, таулар, жазық далалар, көл және де ағаштар. Бұл ағаштарды біз ағаш бұталарынан алдық. Бұл жанартау, яғни бұл жерде конусты жанартау, бұл бүтін. Ал мынау түсіндіру үшін жасалған жартылай кесілген жанартау. Магма ошағы және де кратерлер, лава және де сыртқы кратерлер. Ал мынау химия биология орталығында жасаған өкпе. Яғни біз өкпе арқылы тыныс аламыз. Бұны да біз қағаздан жасадық. Мынау адамның миы. Яғни біз осы жерде сигнал өткіземіз өзімізге керекті. Біздің организміміз, яғни денеміздің барлығы осы миға тікелей тәуелді болып тұрады. Яғни мидың қыртыстарының өзін біз қағаздардан жасадық. Ал мынау математика пән орталығында өткізілген макеттер сайысында жасалған пішіндеріміз. Бұл шеңбер, оны біз қағаздарды жабыстыру арқылы жасадық. Яғни жаңағы массамыздан. Ал мынау үшбұрыш, бұны да біз жаңағы қағаздардан жасадық. Оны гуашь арқылы бояп, осындай пішін бердік. Мынау география орталығында өткізілген ғаламшарлар, яғни жер бетінің кеңістігі ғаламшарлар. Мына жерде планеталар бар, және де бұның өзі қағаздардан жасалған. Яғни жаңағы шыққан массамыздан біз осы планеталарды жасадық, және де оны гуашь арқылы бояп, оны сымдармен біріктіру арқылы олардың пішіндерін беріп, оларға көптеген яғни айналмалы ойсын жасадық. Осы уақытта өткізіліп жатқан еңбек және де бейнелеу апталығында жасаған жұмысымыз. Яғни бұл әлі кеуіп те үлгерген жоқ, біз оны жаңа ғана жасап болдық. Мысалы, қарайтын болсаңыздар, біз оны өзіміз қолданған ағылшын және де басқа да пән дәптерлерінен жасадық. Оған біз гуашь арқылы төс беріп, бояп, оны желімдеу арқылы осындай керемет бұйым жасадық. Оны көптеген жерге іліп қойсаңыздар да болады, немесе сыйлыққа берсеңіздер де болады. Бұл біздің сыныбымыздың бұрышы. Бұл жерде біз толған дәптерлерімізді қоямыз, біз оларды қоқыс жәшігіне тастамаймыз. Осыларды жинау арқылы онкүндіктерде өткізілетін сайыстарға макеттер жасаймыз. Жаңағы айтқандай массамызды жасап, түрлі кереметтей макеттерді жасаймыз. Бұл біздің мұғалім стилі. Біз бұл жерге мұғалімдерге қажетті заттарды қоюға арналған заттар жасадық. Біз бұларды массалар арқылы, қағаздан шығарылған массалар арқылы жасадық. Бор салатын, магниттер салатын, ручка, қалам секілді заттарды салатын бұйымдар жасадық. Қағаздарды ынталап, формалар жасадық. Бұл біздің сыныбымыздың ерекшеліктерінің бірі болады. Біз осы ерекшеліктерімізді тек өзімізде ғана сақтап қоймай, осы мектебімізге насихаттап жатырмыз. Біз ай сайын макулатурадан жарыс өткіземіз, яғни ода дәптерлерді, қағаз қиындыларын жинау арқылы өздеріне керекті бұйымдар жасайды. Яғни біз оларды ынталандыру мақсатында оларға ең үздік оқушы және де ең үздік сынып марапаттарын береміз. Осы марапаттау арқылы біз өзіміздің қоршаған ортаның дамуына өзіміздің кішкене болса да үлесімізді қосамыз. Егер де сіз экологияны, қоршаған ортаның дамуына үлес қосқыңыз келсе, барлығын өзіңізден бастаңыз.